мүмкін. Бүгін мен музыка мұғалімінен бесік жыры туралы сұхбат аламын. Гаухар Ибрагимқызы, бесік жыры қазақ мәдениетінде қандай орын алады? Ясмина, бесік жыры ол жалпы қазақ халқының, дана халықтың сондай бір көне музыкалық мұраларының бірі. Ол біздің салт дәстүріміздің, жаңағы тұрмыс тіршілігіміздің сондай бір керемет, жалпы ананың балаға деген мейірім махаббатын көрсететін сондай бір керемет біздің дүниеміз, мұрамыз. Дәстүрлі бесік жырының музыкалық ерекшелігі қандай? Дәстүрлі бесік жырларының жалпы әуені сондай бір жұмсақ, құлаққа жағымды, баяу, жалпы баланың жүйке жүйесін тыныштандыратын, тез ұйықтауына көмек беретін сондай бір құлаққа жағымды, әдемі әуен. Заманауи бесік жырларының айырмашылығы неде? Заманауи бесік жырлары түрлі классикалық аспаптармен өңделген, яғни фортепиано немесе скрипка, сондай бір аспаптармен өңделіп жасалған түрлері шығып жатыр. Бірақ менің ойымша, жалпы өзімнің жеке ойым, яғни нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Яғни менің ойымша, сол бесік жырларына қазақтың қара домбырасының үнін қосқаны, ол балаға тек қана жаңағы тәрбие ғана емес, сонымен қоса патриоттық сондай бір рух сыйлайды деп ойлаймын. Бесік жыры баланың музыкалық қабілетіне ықпал ете ме? Әрине ықпал етеді. Ол бесік жыры баланың жалпы музыкалық есту қабілетіне, яғни музыканы сезінуіне, ырғақты сезінуіне және жалпы музыкаға деген қызығушылығын арттырады. Бесік жыры баланың тіл дамуына әсер ете ме? Әсер етеді. Жалпы бала бесік жырын тыңдағанда, яғни анасының әрбір сөзін естіген сайын, оның жаңағы тілдік қоры дамиды. Мынандай сөз бар екен ғой деген сияқты бала, яғни словарный запас дейді ғой, орысша айтқанда, тілдік дамуы, тілдік қоры молаяды. Яғни оң әсер етеді. Гаухар Ибрагимқызы, қазіргі ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі ата-аналарға мен бесік жырын, яғни тыңдатуға болады әрине, телефоннан қойып жатады, бірақ та мен кеңесім ата-аналарға өз даусымен айтқанын қалайтын едім. Өйткені ол бесік жыры жалпы ананың балаға деген мейірім махаббатын сол әнмен жеткізу ғой жалпы. Сондықтан да бесік жырын жаттап алып, өз даусымен айтқанын кеңес беретін едім. Және де Бауыржан Момышұлы атамыз айтып кеткендей, неден қорқасыз дегенде, мен қорқатын 3 нәрсе бар деген. Оның біріншісі, яғни өз баласына, бесіктегі баласына бесік жырын айтпайтын анадан қорқамын деген. Екіншісі, немересіне ертегі оқып бермейтін, ертегі оқып бере алмайтын, айтып бере алмайтын әжеден қорқамын деген. Және де бір-бірімен қазақ тілінде сөйлеспейтін қазақтардан қорқамын деген екен. Сондықтан да сол ұлттық құндылықтарымызды ұмытпай, ұмыт қалдырмай, өскелең ұрпаққа ата-бабамыздан келе жатқан осы салт дәстүрді сіңіру бойына сол біздің міндетіміз деп білемін. Гаухар Ибрагимқызы, сұхбатыңызға рахмет. Саған да рахмет, Ясмина.